Тағы сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасиет және достар. Біз осы видеомызда жаңа жылға арналған заттар жасайтын боламыз. Яғни бөлмені сәндеуге арналған немесе бір сөрелерге қойып қоятын, жаңа жылдық атмосфераны беріп тұратын заттарды бірге жасайтын боламыз осы видеомызда. Сіздер видеоны көрмей жатып лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер Новый год заттар деп ойлағанда бөлмені, яғни осы видеода бөлменің барлығын сәндеп шығады деп ойлап қалмаңыздар. Тек бұл видеода заттарды қалай жасалу керектігін сіздерге көрсететін боламын. Жеке бөлмені сәндеген видеоны түсіретін боламын сіздермен бірге. Ал қазір сіздерде алдын ала жаңа жылға дайындала беріңіздер, себебі әлі бір ай бар, 2 ай бар деп жүрген кезде уже келіп қалады сол күнде. Сондықтан да қазірден бастап дайындалыңыздар. Мен алдыңғы жылы тура сіздер сияқты әлі бір ай бар ғой деп жүрген күнімде көзімді ашып қалған кезде 6 декабрь, сонымен Новый год басталуына 5-ақ күн қалған, менде тым дайындық жоқ. Сонымен алдыңғы жылы үшін бөлмем біртүрлі болған тұғым. Сондықтан да биыл тура сол қателікті қайталамай, уже қанша ай қалса да жайлап заттарды жасап бастап жатырмын. Сондықтан да сіздер де мен бірге қосылып жасай беріңіздер. Мені үстінен байқап тұрған шығарсыздар, Новый год атмосфераны беріп тұрып, мен негізі сіздерге қызыл жемпір, осындай ободок киіп алдым. Осы түрімен-ақ мен сіздерге көріп тұрған шығар уже челлендж түсіремін. Қазір емес. Бірақ сіздерге 24 сағат тек қызыл түсі деген челленджді түсіргім келіп жүрген. Осы видеодан кейін может түсіріп қалармын сондай видеоны. Сондықтан да оны да күтіп жүріңіздер. Ал қазір біз Новый год заттарымызды жасап бастаймыз. Ал кеттік достар, біз болсақ осы видеомызды бастаймыз. Кеттік. Достар, мен газет төсеп алдым. Не үшін төсеп алды десеңіздер, мен қазір ыстық клеймен жұмыс жасайтын боламын. Қараңыздар, мен не істеп жатқанымды осы жерге сірек көрсетіп қоямын. Неғып сіздер маған фонарик жағып қойды десеңіздер, біртүрлі болып кетті жаңа. Сондықтан да фонарик қостым. Осында менде өте көп қар жасауға арналған заттарым бар. Жерде ыстық клей бар. Қазір мен сіздерге қысқа нұсқа 2 сағат деп мыжып отқанша сіздерге сразу музыкамен көрсеткім келіп тұр. Неге достар, мен жасайын деп жатқан затым көрініп тұр ма? Осындай қар жасайтын боламыз. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I don't want life for Christmas. There
it's just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. Dostlar, sizlerмен birge болған мен қасиет және де мен жасаған заттарым сіздерге ұнады деген үміттемін, ойдамын. Алда менен новогодный челлендж, немесе влог деген сияқты видеоларды күтіңіздер. Ал осымен менің видеом аяқталды. Лайк басып, каналға обязательно тіркеліп кетіңіздер. Пока.